деген өте шүкір екен. 63 жылы бәріміз сол абитуриент болып Қазақ мемлекеттік университетіне емтихан тапсырып едік, бағымыз сынап едік. Содан бері 31 жыл өткен екен. Шындығында сонда түсеміз ба, түспейміз ба деп бәріміз көңіліміз күпті болып тұрды. Ақыр аяғында бәріміз 25 бала қабылдап, соның 23-і сол журналистика факультетін бітіріп едік қой. Содан берде бірталай жыл болды. Шындығында сонда мен өзім бір ауылда ертерек бастаған, мен жалпы поэзияны ертерек бастадым. Аудандық газетке «Совет шекара» деп аталатын бізді қанаттандырып ұшырған. Сол газетте алғашқы балғын өлеңдерім жарияланып тұрды. Сол оқуға түсердің алдында бір поэма жазып, соны жаңағы өздерінің талқыларыңда салған кез, қазір бүгінгі есімде. Ол поэманың кейін енді ол алғашқыда енді кем-кетігі толып жатыр. Кейін кішкене сылып, тәжірибе жинақтағаннан кейін ол поэманы кейін сол 80 деп қой, сол дұрыс 82 жылы бір кітабым шыққан, 87 жылы. Сол кітабыма жаңа поэмам кірді. Өмір жалғасады деп аталатын еді. Ал енді көптеген өлеңдер әндер жазылып жатыр. Соның ең алғашқысы, маған ең ыстығы Балқан таудың баурайында деп аталады. Оның әнін жазған Қазақстанның белгілі композиторы Илья Жақанов болады. Сонан кейін де бірталай ән жазылды. Ақтастархан жаңа өзіміз тыңдаған. Оның музыкасын жазған Қасен Қожахмет. Сол сияқты бірталай ән жарық дүниеге келді. Соңғы 3 әнді Шымкентте тұратын Сугради Сапаралиев деген композитор жігіт жазды. Қайнағалар деп аталады. Онан кейін Кәусар әнім, Ақсары қыз. Одан басқа да әндер енді бар, баршылық. Ризамын енді былай. Творчествома да, барлық жағына да. 10 шақты кітап жарып көрді, содан бері бәрі жақсы.